Мысалы, анау күні біздің журналист барғанда, ол жерде кәдімде бір күзетшілер күзетіп тұр екен адамдар. Ол кісілер кәдімде агрессия көрсеткен. Неге компания осындай агрессиялық қадамға барып отыр қазір? Неге олар жаңағы угроза жасаған деген сияқты? Енді шынайы сондай жағдай болған. Маралды ауылының тұрғындары менің журналистпен мысалы заявление жаз деді. Ол кісі жазбаймын деді. Біз журналистер сіздердің қақтығысқа қатысуға міндетті емеспіз. Біз келеміз, ақпаратты береміз. Ол жаңағы Маралдың тұрғындар бізге ренжіген, біз жаңағы журналист өтініш жазған жоқ деп, өйткені шынымен де сіздердің компанияның охранасымен қақтығыс болған. Енді сырттан қарап отырғандарға бұның бәрі мысалы нонсенс. Қалай бұлай болып жатыр? Бұндай оқиғаларға қалай сіздер орын беріп отырсыз? Бұлай жасайық. Жаңағы сырттан қарағанның ішінде мен де бармын. Мен ол жерде болған жоқпын. Сіз де болған жоқсыз. Енді бұлай қарайық. Жаңағы жерде бірнеше роликтарды мен қарадым. Бір жас жігіт барып айтты. Маған осылай кет деп айтты. Камера телефонымды тартып алды. Тағы да басқа бір нелерді енді сондай не жасады. Негізі тұрғындардың көтерілгені, жаңағы объектіге көтерілген, именно сол журналистқа сондай не жасағаннан кейін, давление болғаннан кейін көтерілді деген ақпарат бар. Енді журналист менің 100% шын айтып отыр. Мен ол журналистке сенемін. Ол журналист кәдімде телефонын тартып алып, удалять еткізген, мысалы, бұл кәдімде заң бойынша журналистік қызметке тосқауыл жасау. Негізі ондайға қалай солған барды? Сіз содан кейін мысалы қызметтік жаңағы служебный расследование жасадыңыз ба? Мысалы өзіңіз компанияның күзетшілері неге бұндай қадам жасады? Неліктен бұндай қақтығыс болды? Тағы да бір ақпарат, жаңағы барған кезде автоматы бар біреулер, бандиттер қорқытты, жаңағы атамыз деді. Бандит емес, күзетшілер болды, күзетшілер. Енді былай айтайық. Күзетшілер бізде Бастион деген охранный организация жұмыс істеді. Оларды соғып, полицияның мәліметі бойынша оларға соғып, сосын бір машинені тас лақтырып, терезелерін сындырды деген ақпарат бар. Енді соның фактісі бар. Журналисті жаңағы телефон тартып алды, өшірді деген ақпаратты мен ютубтан көрдім. Жас жігіт, енді сіздің журналист. Біздің адамдар оны жасаған жоқ. Біреулер айтады, ол жерге бандиттер барды, компания жалдап бандиттарды жіберді деген ақпаратты мен естідім. Жаңа жерде көтерілген кезде 150 адам, 100 адамнан артық телефондары болды, 150 камера болды. Соның ішінде мен арнайы қарадым. Жаңа жерде бандиттер немесе жаңағы біздің адамдар қарсы тұрған, немесе жаңағы бір угроза жасаған, немесе қару көтерген, қару көрсеткен адамдар бар ма деп қарадым. Полицияға жаңа КНБ-ның межведомственный комиссия болды, сол кезде айтты, міне полиция отыр, міне прокурор отыр, міне КНБ-ның бастығы отыр. Ана жерде камералар бар. Қандай машине, кім бар, барлығын білуге болады ғой. Неге осы құқық сақтау органдары жаңағы бандиттер болса, бандиттерді алып ұстап, неге оларға іс қозғамайды? Жаңа 100 камера болды. Сіз талап еттіңіз бе сол іс қозғауды барлығын зерттеуді талап еттіңіз бе? Мен қолмен соған замын. Әйтпесе бізге мысалы осы компанияда ол жерге қатысы бар, және де сіздерге мүдделі емес пе? Бізде естіп жатырмыз. Енді онда неге сізде әр компанияда репутациясы үшін, ол жалған болса, сіздерге қатысы болмаса ол адамдардың, неге сіздер оны ашық айтпайсыздар? Неге сіз? Міне қазір айтайын, ол адамдарға біздің қатысымыз жоқ, біріншіден. Ол адамдар кім екенін мен білмеймін. Межведомственный комиссияда мен осы сөзді айттым. Я журналист. Біз Маратовтан атым Аян Өрбай болады. Мен журналист, медиа порталынан Астанадан арнайы келіп отырмыз. Енді біздің елде ақпарат алуға деген құқығымыз шектемейтін шығарсыздар енді. Жинаққа қатыспайсыздар ма? Сөйлескісі келмейді ғой. Қазақстанның жарияда қойды. Сол ғой. Жиналысқа қатыспайсыздар ма? Автомат
Автомат деп жатыр, Құдай сақтасын. Автомат бар,